Talay жерге барып көрдім, әйелге көңіл салып көрдім. Шешінген судан тайынбас 12 қатын алып көрдім. Бірінші қатын қырсық болды, маңдайымдай қыршып болды. Бір сөз айтып кеймей кетемін деп ұрсып болды. Екінші қатын ылаң болды, үйге кірген қуаң болды. Айда қардай ысқырып түсі суық жылан болды. Үшінші қатын жастау болды, көрер көзге настау болды. Одан да пайда таппадым, ойым соны тастау болды. Төртінші қатын арық болды, қатынға көңілім тарық болды. Тапқаныңды бөліс деп күнде сотқа шауып болды. Бесінші қатын ашық болды, төркінге дүние тасып болды. Бір-екі ай өтпестен берекеміз қашып болды. Алтыншы қатын арамы болды, қолы қатты сараңы болды. Келім кетім тағы жоқ, үйдің іші қараң болды. Жетінші қатын олақ болды, олақ емес салақ болды. Өз үйінде шайқалып жатып ішер қонақ болды. Сегізінші қатын семіз болды, бала туса егіз болды. Шұбырған иттей балалап көп жейтұғын доңыз болды. Сонымен бәрі 9 болды, тіл алмайтын доңыз болды. Күні түні шиқылдап миды жейтін қобыз болды. 10-шы қатын пысық болды, көрер көзге түсіп болды. Одан да пайда таппадым, әркімге көзін қысып болды. 11-ші қатын бойдақ болды, көрінгенмен ойнап болды. Ниеті жаман кәпірдің түбінде мені жоймақ болды. 12-ші негір болды, шөп шалаңды жегір болды. Азық іздеп шаршамай ас-ауқаты тегін болды. Қатын болды баққаным, ешқандай пайда таппадым. 12-сін алсам да ешқайсына жақпадым. Бар сырын мендей қылып айталат кім? Маған салса жер шарын шайқамақпын. Қатындардан шұқылап кіріздеген барлық бәле өзімде кем байқамаппын. Алтындай ұлғыз тапқан қосағын қой, ер болсаң перзент үшін көндім дей сал. Қатындар мен қатынша ұрыспай-ақ жігіттер, есің болса жеңдің дей сал. Қатындар мен қатынша жұлыспай-ақ жігіттер перзент үшін көндім дей сал, жеңдің дей сал, көндім дей сал.